Қайырлы күн, көрермен. Бүгінгі тақырыбымыз баланы дұрыс емізу. Яғни ананың емшегі ұшының жарылуы, сүтінің қатып қалуы, сол кезде не істейміз, не себепті жарылады, сол туралы кішігірім бүгін видео жасағым келді. Енді баланың әйел адам жаңадан ана атанған кезде міндетті түрде емшегінің ұшы жарылып жатады дейді. Біреулерде емшегінің ұшы жарылмайды. Не себепті? Біз баланы дұрыс емізіп жүрміз бе? Әйел адамның емшегінің ұшы жарылғандықтан көп аналар балаларын кішкентай кезден бастап, кішкентай кезден емшектерін шығарып тастап жатады. Соны дұрыс енді болдырмау үшін не істеуіміз керек? Білесіздер, егер де біз дұрыс емізбесек, сүт қатып қалады. Сүт қатып қалған жағдайда неше түрлі аурулар болады. Яғни мастопатия болады, фиброзный кистозный мастопатия, фиброаденома болады. Яғни осылардың бәрі асқынған жағдайда онкологияға алып келіп жатады. Сондықтан бұндай жағдайда болдырмау үшін біз жақсы күтім керек. Баланы емізген кезде дұрыс емізсек, бұның ешқайсысы болмайды. Туған аналар, яғни ең бірінші ана болған кісілер білмеуі мүмкін, сол себепті енді біріміз білсек, біріміз білмеуіміз мүмкін. Баланы сіз ана атанғаннан кейін роддомда родблоктан ауысып, палатаңызға ауысып келесіз ғой. Сол кезден бастап баланы дұрыс емізу керек. Емшекті жұлғылаудың, тартудың, созудың, қатты массаж жасаудың қажеті жоқ. Бұл өте нәзік, күтімді қажет ететін біздің дене мүшеміз, әйел адамдар. Бұл бұрынғы әжелеріміз, апаларымыз сияқты қатты уқалап сүт шықпай жатыр деп тартып олай істеуге болмайды. Бұл жағдайда 90% сіздердің ауруға ұшырайды. Қазір болмаса да 40-қа келген уақытта уже сіздерде белгілері болады, сондықтан олай істеуге болмайды. Палатаға ауысқаннан кейін баланы еміз деп жатады, уызды жақсылап емізу керек. Біз босанып болғаннан кейінгі біз ойлаймыз, мысалға түнде енді толғақ әркімде әртүрлі болады, бір күн ұзақ болады. Енді ойлайсыздар да, не деп, мысалға мен босандым, мен рахада мен босандым, енді бөпемді алып мен жақсылап ұйқымды қандырып алайын деген ой болады, бәріңізде болады. Олай істеуге болмайды. Себебі сол босанғаннан кейінгі 24 сағат балаңыз және сіз үшін өте маңызды сәт. Балаңызды 2 сағатқа жеткізбей қайта негізі 15-20 минут сайын баланы оятып, емізе бергеніңіз ол сізге де, омырауыңызға да, бөпеңізге де өте пайдалы. Сондықтан босанып боласап ұйқыға кету, бала жыламайды деген оймен, жылап жатқан жоқ қой деген сияқты жата беруге болмайды. Баланы жақсылап емізу керек. Сұрамаса да емізу керек. Ол кезде біздің Алланың өзінің құдіреті күшті ғой, бәрін ойластырып қойған. Баланы босанғаннан кейін оның емі жолдары бәрі Алла тағала өзі бір керемет неғып қойған ғой, өзінің жүйесі бар. Роддомда, патологияда 24 сағатты жақсы өткізсеңіз, ары қарай сіз үшін де, балаңыз үшін де жеңіл болады. Сосын баланы мейірленіп емізу керек. Сол кезде мейірленіп емізген кезде пролактин деген гормон бөлінеді. Сол пролактин гормоны біздің сүттің көбеюін, сүттің шығуын жақсартады. Ал егер біз мейірім болмай, біз басқа жақтан біреулер айтады, көздеді дейді, мейірленбейді. Ол дұрыс емес, ол вообще мүлдем қате. Баланы емізетін кезде бар ойыңызды балаңызға бөліп, телефон шұқылап жата беруге, болмаса басқа үйдің проблемаларын ойлауға мүлдем болмайды. Сол үшін біздің аналарымыз, әжелеріміз жаңа туған анаға көп рет көңіл бөлген. Біреулер айтады, енді ата-енемнен ұят болады деген сияқты. Алғашқы тұңғыш немерелер болса, ондай болмау керек, мейірленіп ему керек. Сол кезде сүт шығады. Ол мейірленіп емізген сүттің де өзінің құрамы да басқаша болады екен. Ал егер біз балаға мейірім бөлмей емізетін болсақ, оның несі басқаша деген сияқты. Сондай болады.
Сосын мына емшектің сіздер өздеріңіз байқасаңыздар, қыз күніңізде де мысалға тұрмысқа шыққаннан кейін де екіқабат болам дегенге дейін емшектің басының қара ұшы ол совсем басқаша болады. Одан кейін босанғаннан кейін ол қарайып, гормондар уже қызмет атқара бастайды, уже баланы емізу несіне дайындалады. Сол кезде мына емшектің ұшының қарасын толығымен баланың аузына салу керек. Оны емізіп жатқан кезде жатып алып емшекті тартып жұлқуға болмайды. Себебі емшек, тағы қайталап айтамын, емшек ол өте нәзік, жұлмалау, қысу, тарту, емшектен шығарам деп тартып байлап тастау ол мүлдем болмайды. Мен айтқан ауруларға ұшырайсыздар ол кезде. Мастопатия болады ең бірінші, лактоз, сосын фиброаденома болады, фиброзный кистозный мастопатия болады, онкологияға алып келеді. Осыны жіберіп осындай жағдайға жеткізбеу үшін емшекке, яғни кеуделеріңізге өте сақ болыңыздар, таза ұстаңыздар. Бала таза ұстаған емшекті баланың аузында стоматит болмайды. Енді жылы ұстап, жылы сумен шайып жуып жіберіп барып емізіп отырсаңыз, хотя бы күніне 2 рет, балаңызда стоматит деген нәрсе болмайды. Молочница болмайды таза емшекке. Көбісі айтып жатады, ауыздарын бәрі, балалардың ауыздары стоматит болып кетіп жатады. Оның бәрі біздің емшегімізді тазалығын сақтамағандықтан сондай болып жатады. Сосын қарасын толығымен аузына салып емізесіз, тартпайсыз. Тартқан жағдайда трещина болады, жарылу болады, іріңдеу болады, сосын қанау болады. Менің өзімнің басымда өткен бір пациентіміз бөпесі, біз енді не болғаннан кейін әйел адам босанып больницадан шықты ғой, сол кезде үйге келіп бір 2 күннен кейін барып тексерген кезде бала қан құсты дейді. Не себепті қан құсты? Өйткені емшектің ұшы жарылады ғой, жарылып трещина, енді жылағаннан кейін все равно береді оны, емшекті. Сол кезде емізгеннен кейін сол қанды бала жұтып, бала қан құсқан. Оны ата-анасы қалай уайымдады? Біз ол кісіге түсіндіріп айттық, бірақ та енді әр ата-ананың өзінің несі уайымы жаман болады, не себепті қан құсты екен, барлық жер жақсы ма екен деген сияқты. Ондай да ой болып жатады. Одан енді сол үшін ондай жағдайға жеткізбеу үшін баланың ең басты айтарым бар қойшы, мына қара кеуденің ұшы қара болады ғой, қараны толығымен аузына салу керек. Яғни сіз оны ұшын ғана салып қойсаңыз, ол бала бер жағын тартады, ол сіз мына жағыңызда қалып тұрады, ол трещина болып жарылады. Сондай болады. Сосын сүт шықпайды екен деп мүлдем емізбей қоюға болмайды. Емізе беру керек. Ол бәрібір сүт шығады. Бірінші, екінші, үшінші күндері сүттің баяу болуы, одан кейін жиі қатты көбейіп кетуі, ол қалыпты жағдай. Аналар, құрметті аналар, мен сіздерге айтарым, тағы да айтарым, емшекті қатты тартып байламаңыздаршы. Сосын сүт шықпай жатыр екен деп уқалаудың қажеті жоқ. Болмаса тырсиып кетеді ғой. Соны уқалап, неғылып массаж жасаудың қажеті жоқ. Мына біздің қазір әйел адамдарымыз 40-50% уже 2-нің 1 почти қарасаңыздар. Осы мастопатия, фиброзный кистозный мастопатия, фиброаденома, сондайлар көп болып жатыр. Осындай жағдайға жеткізбекші. Аналарымыз айтуы мүмкін, әжелеріміз, апаларымыз уқалатқызып оның өзінің, біз уқала десе, шашал десе басылатын адамбыз ғой негізі. Уқалау керек деген кезде оны ақырын уқалау керек. Қызыл майды, Қазақстанда шығарылатын қызыл майды жылығып, жылы күйінде жағып ақырын уқалау керек. Болмаса жаңа туған аналар, егер де сіздер түсінбей жатып, қандай да бір сізге көмек керек болып жатса, қазір интернетте арнайы сондай группалар бар екен. Группалар болғанда, яғни номерін жазып неғылады, гинеколог, акушерка шығады, сізге полный емізуді үйретеді. Мына сүт қатып қалмас үшін, лактоза болмас үшін сізге арнайы үйіңізге келіп, қызметін жасап, ақылы түрде сізбен толық сізге үйрететін болады. Егер де сондай білмеген жағдайларыңыз болса, ол кейіннен шықты. Біз мысалы кезінде біз білмедік, қазір осындай услугалар бар. Соны тіпті болмаса
ақшаңыз болса соған сол кісілерге жүгінсеңіздер болады. Өздеріңіздің шамаларыңыз келмей жатса, болмаса қандай да бір, енді аналарымыз қай уақыттан бері босанғаннан кейін уже ұмытып та қалады ғой кейбіреулер. Біреу мынандай істеді екен, біреу былай істе деп айтты деп камфорное масло ыстық өткізуге мүлдем болмайды. Аналар, ыстық өткізуге мүлдем болмайды. Ыстықты даже біреулер нан пісіріп, нанды кеудесіне қойып жатады. Ол да болмайды. Өте қате пікір екен. Оны қазір медицина ғалымдары дәлелдеді. Ол жағдайда бізде уже 30% бізде осы аурулардың, жаман аурулардың дамуына біз себепкер болады екенбіз. Сол үшін ондай нәрсені істеудің қажеті жоқ. Одан кейін жарылған кезде, емшек ұшы жарылған кезде бала, енді кішкентай жаңа туған балаларды біз жиі еміземіз. Өйткені ойлаңыздаршы, біреулер айтады 3 сағатта бір, 2 сағатта бір емізу керек деп. Жоқ, ол қате. Ол балаңыз, емшегіңіз, омырауыңыз толық қалпына келіп, өз-өзіңізге келіп алғаннан кейін, бала 5-6 айлық болғаннан кейін де өзі постепенно соған үйретсеңіз болады. Бірақ кішкентай жаңа туған нәрестені олай істемеңіздер. Бала 2 сағаттан астам қарны ашып қалса, балаға қатты ондай уже несі бұзылады баланың. Ал егер де болады ғой, мына емшек тұсың жарылып кетті, мына жағыңызды бір емізіп, мына жағыңызды бір емізіп, қайтадан мына жағыңызды бір емізетін болсаңыз, кезек емізетін болсаңыз, ол емшегіңіздің уже жазылмайды. Негізі былайынан істеу керек. Баланың бір омырауымен 3 сағатқа дейін емізу керек. Яғни 3 сағат дегеніміз мысалға 12-ден бастап 3-ке дейін тек оң жақ емшегіңізді емізесіз. Жыласа да оң жақты бересіз. Әбден арасын не қылыпшы. Одан кейін 3 сағаттан кейін келесі емшегің омырауыңызды бересіз. Сол 3 сағаттың ішінде ол 4-5 рет ему мүмкін, 10 рет ему мүмкін, разница жоқ. Сол кезек. Сол кезде мына ұшының трещиналары құрғап, кішкене қалпына келіп, бағанағы айтқандай қарасын толық баланың аузына салып барып емізесіз. Баланы солай үйреткеніңіз дұрыс. Одан кейін егерде жарылып жатса, кішкентай бір ыдысқа жылы сумен, мақтамен сол қарадағы көлемін сүртіп, қызылмай жағып қойсаңыздар болады. Болмаса сүттің өзін жай ғана, сүті шығады ғой, сүтті жағып, құрғатып, қайтадан іш киімдеріңізді, жоғарғы іш киімдеріңізді кисеңіздер болады. Солай істеуге болады. Енді жаңа туғаннан кейін мысалға бір кісілерде қандай болып жатты. Баласы бір жастан асқан, сонда да сол кезде жарылған ғой, емшегінің ұшы жарылып, іріңдеп, сондай болған. Не то, что жаңа туған балаларда уже балалары ересек болып қалған, бірден асып қалған уақытында уже емшек тұсына жарылуда болған. Яғни ол сол біз мына емшегімізді тартып, созып беруіміз, жатып аламызда, кейде ұйықтап жатамыз, сол кезде де тартып беруіміз. Сол кезде бала толығымен қара ұштың аузына салмайды, тек ұш жағын ғана салады. Сол себепті ананың емшек үсті ұшы жарылып жатады. Сондай. Сосын емшектен шығарған кезде де балаңыз мысалға енді уақыт келді, емшектен шығаратын уақыт болған кезде кеудеңізді қатты тартып байламаңыздар. Қатты тартып байлауға мүлдем болмайды. Келесі тақырыпта осы фиброаденома, мастопатия, фиброзно-кистозная мастопатия, сондай тақырыпқа, лактостаза, сондайларға не істеу керек, не істемеу керек деген сияқты видеоны саламын. Сол видеоны жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар. Сіздер не істедіңіздер? Осы кеуде тұстарыңыз жарылған кезде не істедіңіздер? Солар туралы астына комментарийға жазып кетсеңіздер. Бірі білсе, біріміз білмейміз. Сіздердің жазған комментарийларыңыз арқылы біреуге пайдасы тиіп жатыр. Күтемін. Рахмет.